Баршаңызға сәлем. Бүгін қысқа кішкентай алмалардан компот дайындаймыз. Алдымен банканы және крышканы стерилизовать етеміз және су қайнатып қоямыз. Мен парда стерилизовать етемін 3 минуттан. Содан кейін алмалардың жуып, жақсы алмалар таңдаймыз, бұзылған жерлері болмау керек. Енді стерилизациядан өтілген банкілерге жаңа кішкентай жуылған таза алмаларды саламыз. Банканың ортасына дейін саламыз. Үшеуіне де мін салып болдым. Енді осы банкаларға қайнаған суды құямын. Мені 3 банкіге құйып, крышкаларын жауып қойдым. Енді 20 минут тұру керек. 20 минут тұрды. Содан кейін жаңағы ішіндегі суды арнайы крышкамен кастрюльге құйып аламыз. Менде үлкен кастрюльге 4 литр су сияды. Яғни 2 банка су бір кастрюльге және 1 банка су екінші кастрюльге кетеді. Мен 2 кастрюльге қайнаған суды құйып қойдым банкілердегі. Енді мен 250 граммнан қант қосамын 3 банкіге. Сонда қазір үлкен кастрюльге 500 грамм қант саламын. Себебі ол жерде 4 литр су бар. 4 литрдан аздау болады ғой, себебі банкілерде алма бар ішінде. Енді кішкентай кастрюльдегі 2 литр суға жаңағы 250 грамм қантты өлшеп саламын. Яғни бізде сонда 2 литр банкіге 250 грамм қанттан кетеді. Енді осы суды қайнатамын. Сироптарды тағы да жақсылап қайнатамын. Қант салынған су қайнады. Енді осы банкіге жаңа қайнаған сиропты құямын. Толтырып құясыздар барлық банкіге. Міне банкаларға құйдым. Сиропты крышкаларын енді закрывашкамен жабамын. Менде осындай закрывашка. Міне крышкаларын жауып қойдым. Және крышкаларын жапқаннан кейін міндетті түрде осылай аударып көріңіздер. Су аға ма, ақпай ма. Енді осы банкаларды алып аударып осылай аударып қоясыздар міндетті түрде. Және үстін жылы бір нәрсемен, киіммен де болады. Мен орамалмен жабамыз. 1 күнде суы керек. Компот дайын. Ас болсын.